Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге мен Бекіш ТВ достар. Я сіздерге көптен көп рахмет, подписка жасап лайк басып жатқандарыңызға. Короче, біз бүгін мен Нұржан дейді подписчигіммен бірге видео түсіретін боламын. Короче достар, мен бұны видео монтаж KineMaster программасы арқылы монтаждап жатырмын өз даусымды. Себебі мен сөйлеп отырған болатын, Нұржан да сөйлеген болатын. Сол кезде менің даусым естілмей қалған және оянды. Достар, біз алғаш ескертіп қойық, басынан ескертіп қойық, біз алғашқы раундта біздің қарсыластарымызға берілетін боламыз. Битва отрядтан өте керемет видео түсірдік, подписчигіміз екеуміз. Сондықтан смело лайк бас, осы видеоға 20 лайк жасаңыздар. Келесіде тағы да подписчикпен видео түсіремін, немесе челлендж түсіретін боламын жеге. Алдауай дейінші видеоға кеттік. Луна не знает пути, но летит к этим звездам. Она не знает этажей и стучит с вопросом кто там. Снова видно миражи и облака высокого полета. Она кричит звезде помоги, но это не ее забота. Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Когда зайдет то солнце со своим рассветом, где небо голубое накроется закат, и обретут покой, зима накроет пледом, согреет своим взглядом, тогда откроем дверь. От